Алдымен коржымызды дайындап аламыз. Ол үшін 4 жұмыртқаны жақсылап миксерлейміз. Асықпай 5 минуттай әбден ағарғанша миксерлеу қажет. Сонан соң шекерімізді саламыз. Шекер ерігенше жақсылап миксерлеу керек. Осындай ақ сұйықтық болғанша. Осыдан кейін ұнымызды саламыз. Ұнның жартысын салып, алдымен миксерлеп алыңыз жақсылап. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Осындай болу қажет сұйықтық массамыз. Енді осы дайын тестімізді құйып, бір келкі етіп жаямыз. Менде осыдан 11 сантиметр 3 корж шықты. Егерде 8 сантиметр қылып жасайтын болсаңыздар, 6 корж шығаруға болады. Пешіңізге байланысты пісуі менде 6-7 минуттай тұрды. Жақсылап суытып аласыз, ыстық күйінде кесуге болмайды. Енді ортасына салатын осындай конфитер деп айтады, соны дайындап аламыз. Ол үшін бізге 1 шай қасық крахмал, кукурузный крахмал, сосын 1 шай қасық сахарный пудра қажет. Жақсылап араластыратын боламыз. Менде мен үй жағдайында жасағасын абрикостың вареньесін пайдалана салдым. Вареньеңіз қою болса, пайдалануыңызға болады. Осылай жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп миксермен өткізіп алдым. Және отқа қойдым да барынша бір қайнатып алып, сонан соң жай отта 5 минуттай ұстадым. Сосын суытып алдым. Бөлме температурасында суытасыз. Корждарды кесіп алдым. 3 корж шықты. 11,5 сантиметр болды менде. Дайын корждарымызды пищевой пленкамен орап, холодильникке салып қоямыз. Енді крем жасауға кірісеміз. Творожный сыр, сахарный пудра және сливочное масло. Осылардың барлығын араластырамыз. Менде осындай масса шықты. Және де мен розовый түске боядым. Осындай қалташаға салып, холодильникке қойып қоясыздар. Шамалы креміңіз қоюлануы қажет, сол кезде жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Тортымызды жасауға кірісеміз. Видеодағыдай барлығын жасап шығыңыздар. Арасына пропитка қосасыз. Барлығын мен описаниеде жазып қойдым. Қанша қосқанымды, пропитка қанша миллиграмм барлығын.
бір слой жағып шықтым кремімді. Жарты сағатқа холодильникке қойып алатын болам. Қату керек бізде, сосын екінші слой жасаймыз. Енді екінші слойды жасауға кірісеміз. Осы кезде айналасын тегістейтін боламыз. Видеода көрсетілгендей барлығын жасап шығамыз. Осымен тортымыз дайын. Мен туған күніме арнап жасадым осы тортты. Өте дәмді, нәзік торт шықты. Дәмі енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Нұрайым. Сау болыңыздар.